Сәлем достар, сәлем. Ақиқатты білім каналында бүгін тағы сөз құдіретіне арнап эфир жасайын деп отырмын. Сөз құдіреті, сөз адамды өсіретін де сөз, өшіретін де сөз деп жатамыз. 9 сөздің тобықтай түйінін түсіну. Мына сөздерді талдау арқылы ешқайда табылмайтын терең халық даналығын сезуге болады. Алдыңғы эфирде біз түсіну, бөлу, қарым-қатынас туралы айттық. Бұл өмірде, жалған өмірдің бақыты сыйласуда. Сыйласу үшін біз дұрыс қарым-қатынаста болуымыз керек. Менің ұстазым Жанат Қожамжаров айтады. Бүгінгі күнгі қатынаста екі адам, екі робот сияқты. Мына адамнан мен не аламын деп, бір-бірімізге алуға бағытталған нәпсіміз. Алуға. Біз беруді үйренуіміз керек. Қатынас деген ол бизнеске әкелетін. Біз қарымды ұмытып жатырмыз. Әрбір кездесуде, әрбір адаммен қарым-қатынасқа кірген кезде міне, дефистор, қыл көпір. Егер 9 сөздің тобықтай түйінін түсінген адам үйлесімді, бақытты өмір сүреді. Ол үшін әрбір қатынаста сенің ниетің қар сияқты, пейілің қар сияқты әппақ болу керек. Арың таза болу керек. Арың таза. Содан кейін ымды түсінуді үйрену керек. Әр адамның өз шындығы бар. Жақсы да жоқ, жаман да жоқ. Алла тағала айтады, бұл үміттің заңын өзгертуші өзіңнен дейді. Пенделер бір-бірінен көріп жатады. Сол пенделер бір-бірінен көріп жатқан кезде, егер біреу моралистер болып, өзінің адамгершілігіне салып тұрса, оның деңгейіне түсудің қажет жоқ. Менің мамам айтушы еді, сенің білгенің қайда, білмегенді кешіре білмесе. Кешіру деген сөз, келісу деген сөз, аңды түсіну. Біз келісуді үйренуіміз керек. Міне, келісу арқылы біз өз энергиямызды сақтап қаламыз. Энергия деген ол ақша. Біздің энергиямызды жұмсағаннан кейін, біреудің жұмысын істеп, энергиямызды бергендіктен бізге ақша табады. Сол себептен энергия деген ақшаға тең. Біздің бәріміз түсінбегендіктен ақшаны қуып жүреміз. Қуған затың сенен қашады. Ал егер өз бойындағы энергияңды көтерсең, ақша саған магнит болып келеді. Ол үшін менің ұстазым Жанат Қожамжаров айтқандай, адамның ең басты мақсаты өз санасын дамыту, қалғанның бәрі екінші орында дейді. Енді келісу. Келісу не үшін керек деді? Келісу энергия сақтау заңдылығы. Сол энергияңды қалай сақтауың керек? Қандай сен сөз айтуды үйрен дейді. Жанат Қожамжаров ұстазым айтады, рас деген сөзді көп айтыңдар дейді. Рас деген сөз. Енді рас деген сөзді талдап көрсек, р деген шүкіршілік деген сөз. Шүкіршілік. Міне, шүкіршілік деген сөз. Ас деген адамның арқауы. Ас адамның арқауы деп, арқауы. С деген ол талдауды білдіреді. Талдауды білдіреді. Рас, келісу, энергияңда ымды түсініп, қарым-қатынасқа келген кезде, ымды түсініп, келісіп, рас деп айту. Рас деп айтып, жаңағы, ішіңнен өркөрке кіріп болып тұрудың қажет жоқ. Рас деп, жанкештік ретінде айту. Арың таза болу керек. Арың таза. Ар деген сөз болады. Ар тазалығымен шүкіршілігің арқылы аман жаңағы энергияңды сақтайсың дейді. Рас сөзін көп айтыңдар. Содан кейін адамдарға тағы екінші сөзді жіктеп көрейік. Ер деген сөзді айтсақ. Ер. Міне, деген әр көп дегенді білдіреді. Көп. Р деген, міне, шүкіршілікті білдіреді. Р деген шүкіршілік. Значит, шүкіршілігі көп адамды біз не дейміз? Ер адам екесін. Мақтауын асырғысы келген кезде, әйелге де, еркекке де, еркексің деп айтатынымыз, ол көп шүкіршілігі бар адамдарды ер адамдар деп айтамыз. Енді тағы тіл дегенді талдап көрейік. Т деген түбірі. Түбірі.
Тілді кім береді? Құдай береді. Қазақ тіл, түбірі біздің түбірі. Өз түбіріңнен алыс кетпеуің керек дейді. Түбірі жеті ата туралы айтамыз. Жеті атаны білу керек. Жеті ата. Міне, жеті ата өтпей қыз алысу жоқ деп жатамыз. Ол не үшін? Генетикалық ауруға шалдықпау үшін, тұқымды таза ұстау үшін. Таза ұстау үшін. Вот түбірі бір атадан, міне, геометрик бір атадан барлығы бөлім жатыр. Мына бір атаның энергиясы жеті ұрпағына дейін өз энергиясымен қамтамасыз етіп отырады екен. Мысалы, міне, жеті атаның ең біріншісі әкесі деп білсек, әкесінің энергиясының 50% баласына дариды екен. Баласына. Ал 25% ол немересіне дариды екен. Немересіне, қасиетіне. Егер қазіргі күні қасиетсіз әкелер болса, өздеріңіз көз алдыларыңа елестетіңдерші, жеті ұрпақты, бүкіл ұрпағыңды құртқалы отырсыңдар ғой түбірімен. Біздің аталарымыз салт дәстүрді сақтағанның арқасынан, жеті атаны сақтағанның арқасынан қазақ қасиетсіз қазақ жоқ деп жатырмыз. Қазақ мықты халықты алып келген. 25% немересіне энергия береді екен. 12-де 5% шөбересіне береді екен. Міне, шөбере. 3-де 12%-ның неменесіне береді екен. Немене. 1-де 56%-ын туажатқа береді екен. Міне, туажатта энергия. И 0,78 жүре жатта болады екен энергиясы. То есть энергия деген қаны. Міне, мына қанның бәрі ауыспай, қыз алысқа болмайды деген сол екен. Міне, әкесі, мынау 6 ауысында 7-8-ші ұрпақта уже қан жоқ болады екен. 8-ші ұрпақтан бастап, 8 атадан бастап қыз алыса беруге болады. Мына 7 атаны алысуға болмайды. Түбірі 7 ата. Міне, түбірі қазақтың түбірі осыдан келеді екен. Келесісі, мынаны Т деген түбірі десек, деген өмірдің мәні. Өмірдің мәні. Міне, өмірдің мәні ұрпақ сүю. Өмірдің мәні жалған өмірде сыйласу. Өмірдің мәні. Л деген сөз, міне, Л, өзгеру. Өзгеру. Бұл үміттің заңын өзгертуші өзіммін, пенделер бір-бірін көріп жатады дейді. Сондықтан өмір өзгеріп жатқан кезде пенделерден көрмей, ол мына Алланың қалаусыз қурайдың басы қозғалмайтынын білу үшін өзгеру керек, өзгеру. Білім қараңғылықтың алдын алады. Білім арқылы. Одан кейін деген сөз бар міне, То есть деген іліп ал. Ілім, білім, ғылым деп жатыр. Ілгеніміз кімнен аламыз? Міне, әкенің ісімен, шешенің сөзімен ұрпақ өсіп жатқанын осыдан білуге болады. Сөз талдау арқылы байқасаңыздар, терең халықтың даналығы. Мен келсем, тереңнен халықтың даналығын түсініп жатырмыз. Түсіну, бөлу, қарым-қатынас, рас деген сөзді жаттап айтып жүру керек. Ер азамат болу керек. Шүкіршілігің көп болып, әйел болсаң да, еркек болсаң да, адамдар сені көргенде нағыз еркексің деп айтатындай қасиетке ие болуымыз керек. Тіл Құдайдан. Өзге тілдің бәрін біл. Өз тіліңді ардақта дегендей, тілімізден бастайық. Тіл арқылы міне, жеті атамыз сақтап, ол қалай қан айналысса, міне, ғылыми түрде неге қазақ халқы өте даналығын осыдан көруге болады. Бүгінгі күнгі эфирімізді аяқтайық. Соныменен каналымызға жазылып, қоршаған орталарымызбен бөлісіп отырыңыздар. Келесі кездескенше сау, саламатта болайық.